Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-ке қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, құрметті көрермендер, назарларыңызда футзалдан Қазақстан кубогы биылғы жылы кезекті рет ұйымдастырылып отырған. Осылайша еліміздің әнұранын бірге шырқадық. Дәл қазір қос команданың дәстүрлі сәлемдесуі. Бүгін кубоктық ойында финалға шығатын жалғыз жолдамаға әділ қартылар Аслан Калаев, Андрей Грищенко, Төрехан Тұрсынбаев, Нұрлыбек Қалимағанбетов. Ал бұл матчта комментаторлық қызмет атқаратын мен, Абылайхан Палмағанбет. Олай болса, матч басталды. Қос командаға да сәттілік тілейміз. Биылда әзірге қос турнирде де медальға таласуда. Ал мұна бір сәтте Қадық Темеліктердің шабуылы. Тамаша соққы. Бұл соққыны жасаған Кандидо болу керек. Чураско қазір қолын сермеп тұрып өз әріптестеріне ауырсуда. Ал мұна бір сәтте біз қиындап кететін және гол деді Зиньо. Қазіргі Қазақстан чемпионатындағы ең үздік сұрмерген бүгінгі ойында да жеңімпаз болу үшін өз командасын алға шығарды. Қазақстан кубогының үздік бомбардирі. Тағы да есеп-еселеп кеткісі келеді. Оң жақ қапталда ашық ойыншы бар еді. Әбдіманап бұл тамаша ашылған болатын, бірақ Диди Зиньо да өзіне керемет позиция тауып алған көріп тұрмыз. Чемпионатта плей-офф кезеңіне жолдама алуда Гелиханов. Родригиньоға берілген пас және үшінші гол. Есеп 3-0. Семей сенімді түрде ақтық бәсекеге жолдама алу жолында керемет өнер көрсетуде. Қарында шабуылда Камил Гелихановтың тамаша. Өте керемет шабуыл және гол соғуға мүмкіндік бар, бірақ соңғы сәтте Егор Нулет. Қандай керемет мүмкіндік болған еді. Диди Зиньо ашық қақпаға гол соқты. Бүгінгі ойында дубль автор атанды. Осылайша есеп 4-0. Қазір қарсылас қақпасына гол соғамыз деп қақпашыны 5-ші ойыншыға алмастырған. Қайтадан Иманалин алаңға шықты. Өзге амал жоқ қазір. Тағы да қақпа ашық. Бұл жолы 5-ші гол кірді. Соңғы 30 секундта ақтөбеліктер 2 гол жіберіп алды. Ал Чураско қарсылас ойыншысының қолына доп тиіп кеткен деп есептейді. Ренат Төреғазин бұл голды соққан. Панасенко және гол Бока. Тамаша допты өкшесімен қайырып үлгерді. Есеп 5-1. Ең құрғанда бір гол соқ. Өз көрермендерін сәлде болсын қуаныш. Ойынның Панасенко шыққалы керемет өзгергенін айта кету қажет. Біз және Көлбаев бүгінгі ойындағы Ақтөбенің 2-ші голын соқты. Асхат Көлбаев отандасымыз сәлде болсын Ақтөбе есеп айырмасын қысқартты. Сонымен тартысқа толы өткен матчта Семей әлде қайда қарсыластан бір бас жоғары болды. Осылайша
Шығыстық команда финалға жолдама алды. Қатарынан 2-ші маусым Қазақстан кубогының финалда өнер көрсетпек. Былтырғы кеткен есені қайтаруға тырысады, бірақ әлі де Семейдің қарсыласы кім болатыны белгісіз. Қайрат пен Аят. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.